Сәлем достар! Ең әуелі бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен пияздың адам ағзасына пайдасы мен зиянды жақтарын айтатын боламыз. Пияз шырыны бұл тұмаудан қорғайтын табиғи антибиотик. Оларды стрептоктарды, дизентерияны, дифтерияны және туберкулез, бациллаларды сияқты көптеген микробтарды жояды. Суық тиген кезде немесе авитаминоз кезінде туралған кесектерін күніне бірнеше рет иіскеңіз. Иммунитетіңіз көтеріледі. Тромбоциттер көбейсе, инфаркт пен инсульттің пайда болуы қаупін жоғарылайды. Пияздың құрамындағы күкірт қандағы тромбоциттерді ерітіп, артерияда жиналуына жол бермейді. Бұл көкөніс зат алмасу процесін қалыпқа келтіреді, қанды тазартады, ас қорытуды ынталандырады және денедегі артық сұйықтықты шығарады. Жасыл пияз жапырақтары каротинге бай, оны беттегі дақтарды кетіру үшін қолданады. Оның теріге пайдалы екендігі дәлелденген. Оның шырыны құлақ ауруларына қарсы анестезия ретінде қолданылады. Мақтаны пияздың шырынына матырып, құлақтың ішіне салып қоюыңызға болады. Құрамында С дәрумені болғандықтан теріге және шаштың сұлулығына жақсы әсерін тигізеді. Бұл өнім қайысқақты кетіреді және шашты күшейте алады. Пайдалы қасиеттеріне тағы мыналарды жатқызуға болады. Ағзадағы қанттың мөлшерін төмендетеді, жүйке жүйесін жайландырады, радиацияның зиянды әсерін төмендетеді және ас қорыту бездерінің секторлық қызметін жақсартады. Пияздың зиянды жақтарын айтатын болсақ, қышқыл болғандықтан асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді. Сол себепті гастрит пен ойық жарасы бар адамдарға жеуге болмайды. Шамадан тыс қолданғанда астманың басталуы немесе қан қысымының жоғарылауы мүмкін. Өт, бауыр және бүйрек аурулары кезінде аз мөлшерде пайдалану керек. Достар, менің каналым ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.